Ол күйеуін ашса алақанында, жұмса жұдырығында ұстайтын. Күйеуі айтқанын орындамай қалса, бірден ашуға мінеді. Ер адам ренішін ішіне бүгіп үнсіз шыдайды. Өйткені ұрыс әрі қарай жалғасса, әйелі үйді өртеп жіберуден де тайынбайтынын жақсы білетін. Ол іштегі өкпе ренішін жастырып, тап осы қорлыққа толы некеде 29 жыл өмір сүрді. Қазір оның тәні де, жаны да әбден қалжырап, әйелімен сөйлесуге де залқы соқпайтын күйге жеткен. Эдвард тарих пәнінің мұғалімі болатын. Мінезі жұмсақ, мәдениетті, ешкімге дауыс көтермейтін. Тіпті сабақ үстінде қиялдап отырған оқушыны байқап қалса да, оған ұрыспай, керісінше сұрақ қойып, баланың назарын қайтадан сабаққа бұратын. Осындай мейірімді әрі жуас адамның үйінде әмірін жүргізетін долы әйелі бар еді. Үйде Грейстің ең үлкен рахаты күйеуін жұмсап өзіне қызмет еткенін көру. Өзі ақ шайын жасай алатын Грейс шаршап жүрген күйеуін әдейі шай қайнатуға жұмсайтын. Шын мәнінде оған шай мүлде керек емес. Бұл күйеуінің өзіне қаншалықты бағынатынын тексерудің кезекті тәсілі болатын. Одан бөлек Грейс күйеуін үнемі балағаттап сөзбен қорлайды. Ең қорқыныштысы, бұл үйдегі жалғыз жәбір көрген адам Эдвард қана емес. Сол күні олардың ұлы Джейми қонаққа келді. Үйге кірмес бұрын өзін іштей дайындап алады. Грейс көптен көрмеген ұлын құшақтап қарсы алды. Негізінде туған үйге оралуы қуаныш сыйлауы тиіс еді. Бірақ Джейми бала кезінен бері мұнда бақыт сезініп көрмеген. Өйткені бұл үйде қашанда ауыр, еңсеңді басатын атмосфера орнаттыратын. Ал осы жағдайға себепкер адам бұны сезбейтін де, түсінбейтін де. Келесі аптада олардың үйленгендеріне 29 жыл толады. Грейс күйеуінен қандай жоспар құрғанын сұрап, кешкі ас ішуге барамыз ба деп сұрады. Эдвард бәрібір де оның қалауы болатынын айтқанда, әйелі бірден ренжіп, күйеуінің сөзін бұрмалап қабылдайды. Сөйтіп екеуінің арасында тағы бір ұрыс басталды. Грейс бастапқыда кешкі асқа шыққысы келетінін айтса да, күйеуінің әр сөзіне тиісіп, әңгімені қайтадан дауға айналдырады. Олардың сөз таласы ұлы төменге түскенде ғана тоқтады. Алайда Грейс күйеуіне тиісуді уақытша қоя бергенімен, бар ашуын ұлына аударып, оны қайта мазалай бастайды. Ол ұлын өзін бақытсыз сезініп жүргенін мойындауға мәжбүрледі. Джейми анасының көңілін қалдырмау үшін амалсыз өтірік айтып, соңғы кездегі жұмыстың ауырлығынан көңілсіз болып жүргенін айтады. Сөйтіп кофесін алып, тезірек жоғарыға көтеріліп кетті. Осы қатыгез мінезді анасының кесірінен Джейми оқуын бітірген соң үйден алыстауды таңдаған. Жұмыс істеу үшін үлкен қалаға көшіп, ата-анасының үйіне әр келген сайын іштей қиналатын.